Саламатсыздарма студенттер, бүгінгі сіздермен өтілетін жаңа тақырыбымыз баскетбол допты иемдену әдісі, финттер және әдістердің үйлесімі. Баскетбол жылдамдық пен тактиканы қажет ететін спорт түрі. Ойыншының допты дұрыс иемденуі, финттерді тиімді қолдануы және олардың үйлесімін білуі жеңіске жетудің маңызды факторы болып табылады. Допты иемдену, яғни қарсыластың қолындағы допты алу немесе бос жатқан допты бақылау арқылы өз командасына қайтару процесі болып табылады. Қарсыластан допты тартып алу стилі бұл жерде, яғни қарсыластың допты бақылау техникасына бақылау, дәл уақытында қолды немесе аяқ қимылын пайдалану және қарсыластың әлсіз тұсын анықтау, нашар дриблинг, әлсіз қол деген сияқты әрекеттерді көріп бақылау арқылы допты өзімізге тартып ала аламыз. Яғни бұл жерде сіздің қарсыласыңызда нашар ойыншылар болатын болса, соны жаттықтырушының нұсқасымен немесе өзіңіз көру арқылы, бақылау арқылы әлсіз ойыншыдан допты тез тартып алуыңызға мүмкін болып табылады. Перехват, яғни пас немесе дриблинг кезінде допты ұстап алу. Яғни қарсылас команданың пас беру үлгілерін бақылау, жылдам реакциясын және доптың бағытын алдын алып болжау және аяқ пен денені дұрыс орналастыру. Яғни қарсылас команданың пас беру үлгілері, мысалы бір тактиканы жасайды, мақұл, бір тактиканы жасау арқылы сіздердің қорғаныстарыңыздан өтіп кетуі мүмкін. Әртүрлі командалар бар, бір сол тактиканы қайталау беру мүмкін. Сол тактиканы сіздер көру арқылы допты қалай пас береді бір-біріне, соны көре білу арқылы ол тактиканы жасатпау үшін оның пас беру үлгілерін уже бақылай аласыздар да, және сол тактиканы жасатпау үшін допты тез өздеріңізге алып қала аласыздар. Сондай бақылау жасау керек, бір тактиканы қайта жасауы мүмкін командалар. Жылдам реакция және доптың бағытын алдын ала болжау, яғни қарсылас команда, мысалы алдыңғы сабақтарда өткендей, мысалы әр ойыншыны жауып алуы мүмкін, аймақтық қорғаныс болуы мүмкін, немесе жеке әр ойыншыны жауып алуымыз мүмкін. Сол қарсыласты, яғни сіз жеке жауып алған кезде сол қарсыластарыңыз сіздерге мысалы пас берген кезде, мысалы артта тұрған ойыншы тез оны бақылау арқылы тез алып алуға болады, немесе үстінен болатын болсын, астынан жерге ұрып беру болатын болсын, сол уақытта жылдам ала алуға болады. Және бұл жерде ең бастысы аяқ пен денені дұрыс орналастыруымыз керек болып табылады. Келесі бізде қарсыласты алдау арқылы допты иемдену. Яғни қозғалыс бағытын өзгерту, жылдам секіру арқылы пас бағытын бұзу, доп үшін күрес кезінде физикалық басымдылықты қолдану. Яғни қозғалыс бағытын өзгерту, яғни өткен сабақтарда өткендей жылдамдық. Яғни баскетбол ойында білесіздер, жылдамдықты тез арттыруымыз керек. Одан кейін қайта барып, қайта келу жаттығулар бар ғой, черночный бег. Соларды жасау арқылы, мысалы тез бағытты бірден тоқтай аламыз, бірден жүгіріп кету арқылы қозғалыс бағытын тез өзгертіп отыруымыз керек. Жылдам секіру арқылы пас бағытын бұзу, яғни әртүрлі секіру жаттығулар, тосқауыл қою мүмкін, мысалы немесе мысалы алдамшы әрекеттер жасау арқылы пас бағытын, қарсыластың пас бағытын өзгертіп жіберуіміз де мүмкін. Доп үшін күрес кезінде физикалық басымдықты қолдану, яғни бұл жерде әрине баскетбол ойында алаң кішкентай болғанмен, 26-та 15 болғанмен, 28-де 15 болғанымен, бірақ доппен болсын, допсыз жүрген кезде ойыншылар тез шаршап қалады. Сол үшін физикалық тұрғыда өте жылдам болуымыз керек болып табылады. Баскетболдағы финттер, алдау қимылдары, яғни финт қарсыласты жанастырып өз ойындағы жүргізуге мүмкіндік беретін қимылдар. Олар ойыншыға шабуыл немесе қорғаныс кезінде үлкен артықшылық береді. Яғни олардың өзінің
финттердің өзінің түрлері бар. Дриблинг финттер, яғни кроссовер, бір қолдан екінші қолға допты өткізіп бағытты өзгерту. Екіншісі, яғни быстрое изменение темпа, яғни тез жылдамдықты өзгертетін әрекеттер. Жылдамдықты күрт өзгерту арқылы қарсыласты шатастыру, арқамен қозғалыс, яғни қарсыласқа арқамен тұрып айналып өту, шабуыл жасау болып табылады. Яғни бұл жерде арқамен қозғалыс, яғни фол жасайтын, фол лақтыратын жерге, мысалы көбірек сондай тактикалар бар. Ойыншыларды сол жерге қойып, артқа допты артқа жүру арқылы шиттің түбіне дейін бару арқылы, оған тиіп кеткен жағдайда фол алады, немесе өзі кіріп два шагамен кіруге болады, немесе жүгіріп келе жатқан басқа ойыншыға пас беріп жіберсе, басқа ойыншы, яғни ұпай алуға мүмкіндік береді. Лақтыру финттері, яғни жалған лақтыру, секіру арқылы қарсыласты алдап, оның қорғанысын бұзу. Яғни екіншісі, қос қадам алдындағы финт, қимыл бағытын өзгертіп, еркін лақтыру мүмкіндігін алу. Яғни лақтыру кезінде әртүрлі финттер жасау, мысалы лақтырып тұрып басқа өзінің ойыншысына беріп жіберу, ол мысалы кольцоға лақтырды деп ойлауы мүмкін. Сол уақытта басқа өзінің ойыншыларына беріп жіберу. Пас финттері, яғни қарсыласты шатастыру үшін жалған пас жасау, көзбен алдау, қарамай пас беру арқылы қарсыласты жанастыру. Яғни көбірек білесіздер, МБА-да осындай әрекеттер көп болады. Яғни қимыл арқылы пасты қимыл әрекет, допты өзіне ұстап қалады және пас беретіндей болып, сондай әрекеттерді жасау арқылы, жалпы пас финттерін жасау арқылы және өзінің жолын ашады, егер алданған жағдайда, және өзі ұпай алып келуі де болады. Әдістердің үйлесімі, яғни баскетбол тек бір әдісті қолдану жеткіліксіз. Финттер мен допты иемдену тактикаларын үйлестіру үшін тиімділігін арттырады. Финттер мен допты алу әдістерін біріктіру, яғни қарсыласты жалған қимылдармен алдап, оның назарын басқа жаққа аудару. Дриблинг пен финттерді бірге пайдаланып, қарсыласты бұзу. Екіншісі, командалық үйлесім, допты ұжымдық прессинг арқылы иемдену. Бір ойыншы финт жасап, екінші допты тартып алуға мүмкіндік жасау керек болып табылады. Және шабуыл мен қорғаныс кезіндегі тактикалар, яғни қорғаныстағы ойыншылар финт арқылы қарсыластың бағытын өзгерту, шабуылда финттерді пайдаланып ашық лақтыру мүмкіндігін жасау болып табылады. Жалпы қорытынды айтатын болсақ, баскетболда допты иемдену мен финттерді дұрыс қолдану шеберлікті арттырудың маңызды бөлігі. Ойыншылар әдістерді үйлестіріп, қарсыластарды шатастырып тиімді ойнауы керек. Жаттығу арқылы бұл техникаларды дамытуға болады. Мысалы, соңғы сөйлемде тұрғандай, бұл техникаларды, яғни баскетбол допты иемдену, финт жасау, бұның барлығы жалпы спортшының техникалары. Мысалы, кімнің техникасы мықты болған жағдайда, сол ойыншы тез финт жасай алады, тез әрекет жасай алады. Сол үшін жалпы жаттығуда осындай техникалық жаттығуларды көбірек жасауымыз керек болып табылады. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.